Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 7-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 6-шы бөлім ғаламтор және әлеуметтік желілер деп аталады. Бүгінгі 1-2 сабағымыздың тақырыбы ғаламтор тарихы деп аталады. Ой түрткі. Бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: ғаламтор туралы не білесің? Ғаламтор компьютердегі мәліметтер мен құжаттарды, мультимедиа элементі бар гипермәтінді жүйелерді байланыстыратын ғаламдық тор деп аталады. Келесі екінші сұрақ: сенің үйіңде ғаламтор бар ма? Иә, менің үйімде ғаламтор бар. Үшінші сұрақ: ғаламторды не үшін пайдаланасың? Бізге ғаламтор жақындарымызбен хабарласып, сөйлесу үшін, білмеген нәрселерді біліп алу үшін және деректер жинау үшін қажет. Міне сондықтан мен ғаламторды пайдаланамын. Келесі тыңдалым: екінші тапсырмада мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап берім. Ең алдымен мәтінді тыңдап аламыз және төмендегі берілген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Келесі айтылым: үшінші тапсырмада сұрақтарға жауап бер дейді, яғни мәтінге қатысты сұрақтарға жауап береміз. Тілдік бағдар: тұйық етістік. Тұйық етістік іс-әрекетті білдіретіндіктен зат есімше түрленеді, септеледі, тәуелденеді, бірақ шектелмейді. Яғни септелуі сөйлеуге, айтуынан дегене, ал тәуелденеді ол келуім, келуің, келуі деп тәуелденеді. Тұйық етістікке көптік жалғауы жалғанса, одан кейін тәуелдік жалғауы жалғанады. Мысалыға, келулеріміз, баруларың, келулері. Әрі қарай жалғастырамыз. Оқылым: төртінші тапсырмада мәтін берілгенде мәтінді оқып, негізгі ақпаратты анықтаймыз. Мәтіндегі тыныс белгілерін қойылу себебін түсіндір дейді. Тақырыбы: гаджет дегеніміз не? Гаджет дегеніміз қазіргі таңда нақты мақсаты мен қызметі бар адам үшін пайдалы зат. Бұл зат кәдімгі қарапайым технологиямен салыстырғанда анағұрлым өзгеше және ақылмен құрастырылған. Гаджет сөзін арнаулы электронды заттар дүкенінен бастап барлық жерден естуге болады. Ағылшын тілінен аударғанда бұл сөз құрылғы деген мағына береді. Басқаша айтқанда, гаджет электронды құрылғы. Кез келген гаджеттің мақсаты адамның өмірін жарқын да маңызды, қарапайым да жайлы ету, яғни өмір сүруді жеңілдету. Гаджеттер 20 ғасырдың орта тұсында пайда бола бастады. Уақыт өте келе жаңа технологияның жылдам дамуына орай бұл құрылғылар күн сайын өзгеріп, жетіле түсті. Олардың даму жылдамдығы мен қызметі күннен күнге артып, гаджеттер қолайлы да жеңіл, ықшамды бола түсті. Мысалы, үлкен магнитофонның орнын кейін кассеталы шағын плеер басқаны бәріміздің есімізде. Одан кейін MP3 плеері дүниеге келді. Ал бүгінде өзі шағын болса да, сыйымдылығы үлкен флештер пайда болды. Гаджеттің кең таралған түрі ұялы телефондар. Олар тек қана сөйлесу құралы емес, сондай-ақ сағаттың, радионың, фотоаппарат пен бейнекамераның және шағын қалта компьютерінің тағы басқа рөлін атқарады. Гаджеттердің ішінде көп қолданылатындар қатарына компьютер гаджеттері, айпадтар, уақыт гаджеттері, байланыс гаджеттері, саяхат гаджеттері және тағы басқалар жатады. Бұл балаларға арналған танымдық энциклопедиядан алынған мәтін болатын. Енді мәтінді оқып шықтық. Ондағы негізгі ақпарат: гаджеттер 20 ғасырдың орта тұсында пайда бола бастады деп басталатын бөлігі осы мәтіннің негізгі ақпараты болып табылады. Себебі мұнда магнитофондардың орнына қазір плеер шықты. Яғни MP3 плеерін қолдандық. Одан кейін кең таралған түрі ұялы телефондар. Ұялы телефондар тек сөйлесу құралы ғана емес, онда барлығы қамтылған, яғни фотоаппарат, бейнекамера және сағат барлығы да осы ұялы телефонның ішінде бар. Сондықтан да мәтіннің осы ортаңғы бөлігі негізгі ақпараты болып табылады. Әрі қарай жалғастырамыз. Жазылым: 5-ші тапсырмада мәтін бойынша қос жазба күнделігін толтыр, түсіндір. Үзінді салыстырғанда анағұрлым электронды құрылғы. Яғни түсініктемеде гаджет сөзінің мағынасы түсіндіріледі. Келесі үзінді: гаджеттер 20 ғасырдың кассеталы шағын. Түсініктеме: гаджеттердің шығу тарихы туралы. Үзінді: пайда болды, рөлін атқарады. Түсініктеме: ең көп тараған гаджеттің түрі туралы айтылады. Әрі қарай жалғастырамыз. Жазылым: 6-шы тапсырмада мәтіндегі шылауларды түрлеріне қарай ажыратып, кестеге салып, дәптеріңе жаз.
Бізде оқыған мәтінімізде, яғни гаджет туралы мәтінде шылаулар кездессе, сол шылауларды осы берілген кестеге сәйкес толтырып шығуымыз керек. Бізде кестеде септеулік шылау, жалғаулық және демеулік шылау берілген. Үшін, сайын, кейін деген бұл септеулік шылауға жатады. Келесі мәтіндегі шылау ол мен, және, да, пен деген шылаулар бұл жалғаулық шылауға жатады. Ал демеулік шылауға қана, ақ деген шылауларды жазып шығамыз. Келесі айтылым 7-ші тапсырмада гаджет сөзіне кластер құрып ойларында дәлелдеп айт. Гаджет дегенде біздің ойымызға смартфон, ноутбук және бейнекамера түсуі мүмкін. Бұл құрылғылардың гаджетке жататындығын дәлелдеу үшін біз ғаламторда мынадай мәліметтерді алдық. Смартфон бұл ақылды телефон деген мағына білдіреді. Өзіне ұялы телефонның сөйлесу мүмкіндіктері мен және қалта компьютерінің интернетке шығу, файлдармен жұмыс істеу, пошта тәрізді мүмкіндіктермен біріктірілген гибрид болып табылады. Ал ноутбук дейміз, бұл ағылшын тілінен аударғанда блокнот деген мағына білдіреді. Бұл ноутбук дегеніміз дербес компьютердің құрамы, пернетақта, монитор, қалталы компьютер және қуат көзінің батареясын ықшамдалған кіші түрдегі жиынтығы болып табылады. Ал бейнекамера бұл теледидарлық бейне жазуға арналған құралымы кассеталық бейнемагнитофонмен біріктірілген шағын әрі тасымалдауға ыңғайлы электрондық аспап. Келесі жазылым 8-ші тапсырмада көп нүктенің орнына тиісті шылауларды қойып жаз. Бірінші, гаджеттердің даму жылдамдығы мен деген шылау қоямыз, қызметі күннен күнге артып келеді. Екінші сөйлем, олар қолайлы әрі деген шылау қоямыз, жеңіл, ықшамды бола түсті. Үшінші сөйлем, қазіргі кезде өзі шағын болса да, сыйымдылығы үлкен флештер пайда болды. Мінеке оқушылар көп нүктенің орнына осы мен, әрі, да деген шылауларды қойып, дәптерімізге әдемілеп жазып аламыз. Жазылым 9-ші тапсырма. Мәтіндегі қарамен берілген сөздердің синонимдік қатарын тауып, оларға сөйлем құрауымыз қажет. Синонимдік қатарына пайдалы деген сөзге синоним қажетті деген мағына білдіреді. Келесі жарқын. Оның синонимі жақсарту, көңілді дегенді білдіреді. Қарапайым сөзіне синоним оңай, жеңіл дегенді білдіреді. Келесі жылдамдық, шапшаңдық, тез, лезде. Жеңіл деген сөздің синонимі салмақсыз. Шағын деген сөзге синоним сөз кішкентай деген мағына білдіреді. Енді осы берілген синонимдерге сөйлемдер құрауымыз қажет. Өзіме қажетті ақпараттарды ғаламтордан іздеймін. Бұл жердегі синоним қажетті деген сөзде. Келесі жақсарту. Гаджеттер адамның өмірін жақсарту үшін ойлап табылды. Одан кейін оңай деген синоним сөзге кез келген гаджеттерді оңай меңгеріп кетуге болады. Келесі тез деген сөзге Айнұрдың іздеген ақпараты ғаламтордан тез табылды. Келесі салмақсыз деген сөзге Асқардың құлаққабы жеңіл, салмақсыз екен. Және ең соңғы кішкентай деген сөзге флеш карталар кішкентай болғанмен ішіне көп мәлімет сыйдыруға болады. Әрі қарай жалғастырамыз. Жазылым 10-ші тапсырма. Мәтіндегі етістіктерді тұйық етістікке айналдырып сөйлемдер құрам. Үлгі ретінде бізде салыстырғанда деген сөзге салыстыру, яғни у жұрнағын жалғау арқылы тұйық етістікке айналдыратын боламыз. Келесі құрастырылғанда құрастыру. Одан кейін бастап, бастау, естіп, есту, болады, болу, аударғанда аудару, береді, беру, айтқанда айту, пайда бола бастады, пайда бола бастау, келе, келу, өзгеріп, өзгеру, жетіле түсті, жетіле түсу, артып, арту, бола түсті, бола түсу, басқан, басу, келді, келу, пайда болды, пайда болу, рөлін атқарды, рөлін атқару, таралған, таралу және жатады, жату деген осы етістіктерді тұйық етістікке айналдырдық. Енді осы тұйық етістіктердің ішінен есту және аудару дегенге мынадай сөйлем құрастырамыз. Айдан концертке өлеңді есту үшін келді. Мақсат ағасына төлемдерді аудару керектігін ескертті. Келесі айтылым 11-ші тапсырма. Жұптық жұмыс. Мәтін бойынша сыныптасымен ой бөлісіңдер. Ой бөлісте гаджеттегі ғаламтор, оны қолданудың жолдары туралы айтыңдар. Менің ойымша гаджет бәрімізге де қажет. Себебі гаджетте күнделікті өмірімізге керекті дүниелер осында сақталған.
Гаджетті адамдар ғаламторды пайдалану үшін қолданады. Ал оқушылар қызықты мәліметтерді іздегенде, сабаққа қатысты тақырыптарды білгісі келгенде осы ғаламторды пайдаланады. Алайда гаджетті шектен тыс көп ұстауға да болмайды. Оның бір зияны өзіңе қажет емес ақпараттарды немесе ойындарға уақытыңды кетіріп алуы мүмкін. Сондықтан да гаджеттегі ғаламторды пайдалану кезінде өзіңе қатысты емес мәліметтерді қолданбағаның жөн. Әрі қарай жалғастырамыз. Айтылым 12-ші тапсырмада берілген етістіктерге тұйық етістіктің у жұрнағын жалға. Етістіктің қандай өзгеріске ұшырағанын айт. Бізде оқы, тасы, кемі, ері, ақ, тап, өк деген етістіктер берілген. Осы берілген етістіктерге у жұрнағын жалғау арқылы біз тұйық етістікке айналдыратын боламыз. Оқы деген сөзге у жұрнағын жалғаған кезде ы дыбысы түсіп қалып, оқу болады. Келесі тасы дегенде ы әріпі түсіп қалып, у жұрнағын жалғаймыз, сол кезде тасу болады. Дәл сондай кемі, кему, ері, еру, ақ, ағу, тап, табу, өк, өгу. Енді бұл берілген етістіктерге у жұрнағын жалғаған кезде етістік өзгеріске ұшырап тұр. Мұның себебі оқы, тасы, кемі, ері дегенде дауысты ы, дыбыстарына біткен етістіктерге тұйық етістіктің у жұрнағы жалғанғанда түбірдің соңындағы ы, дыбыстары түсіріліп жазылады. Келесі ақ, тап, өк деген етістіктердегі қатаң п, к, қ дыбыстарына біткен етістіктерге тұйық етістік жұрнағы жалғанғанда түбір соңында ұяң дыбыстарға айналады. Мінекей осындай өзгерістерге ұшырайды. Бұл тұйық етістіктің негізгі ережесі болып табылады. Келесі айтылым 13-ші тапсырмада мәтіндегі тұйық етістіктерді тауып, сөйлемнің қай мүшесінің қызметін атқарып тұрғанын айт. Берілген мәтін ішінен мынадай тұйық етістіктер бар. Естуге болады, жайлы ету, өмір сүруді жеңілдету, дамуына орай, даму жылдамдығы, сөйлесу құралы. Енді осы анықтаған тұйық етістіктер сөйлемнің қай мүшесінің қызметін атқарып тұрғанын анықта. Естуге болады деген бұл баяндауыш қызметінде тұр. Келесі жайлы ету, өмір сүруді жеңілдету, дамуына орай бұл тұйық етістіктер де баяндауыш қызметінде тұр. Ал даму жылдамдығы, сөйлесу құралы деген сөйлемнің бастауыш мүшесінде тұр. Келесі ой таразы жазылым 14-ші тапсырмада шығу парағын пайдаланып төмендегі сұрақтарға жазбаша жауап бер дейді. Бүгін не үйрендің? Бүгінгі сабақта ғаламтор желісі туралы, гаджеттердің пайда болу тарихы және негізгі ереже, тұйық етістік туралы үйрендім. Келесі сұрақ, сабақ бойынша қандай сұрақтарың бар? Бәрі түсінікті болды. Келесі сабақта қандай мәселелерге баса назар аудару керек? Келесі сабақта ғаламтордың, смартфонның пайдасы мен зияны туралы мәселелеріне назар аудару керек деп ойлаймын. Білгенің дұрыс. Ең алғашқы веб-камера Кембридж университетінде кофе қайнатқышта бақылау үшін ғана орнатылған. YouTube-ке ең бірінші қойылған бейне жазбаның атауы «Мен зообақтамын» деп аталады. Ал енді оқушылар, бүгінге берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.